Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге жұмыртқасыз қамырыңыз сап-сары болып шығатын рецептпен бөліскім келіп тұр. Видеоны соңына дейін көріңіз. Келесі видеомда сүтсіз, айрансыз, жұмыртқасыз, тіпті миксерінде қажеті жоқ пирогтарыңыз жұп-жұмсақ болып шығады. Менің видео рецепттерімді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға 250 грамм суымыздың үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді 1 шай қасық немесе жарты шай қасық куркума қосамыз. Куркуманы дүкеннен сатып алсаңыз болады. Бір айта кететін жағдай, куркуманың құрамында ешқандай химикат, краситель заттар жоқ, табиғи өнім болып табылады. Қорықпай қолдансаңыздар болады. Алдын ала ұнымызды електен өткізіп аламыз. 500 граммдай видеода көрсетілгендей шұңқыр қылып, енді суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Құрметті менің оқырмандарым, егер осы видео рецепт сіздерге ұнап жатса, менің каналым дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар деп сұранамын. Видеоны астында поделиться деген батырманы басып, әпкелеріңізбен, сіңілдеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қамырымызды қатты қылып илеп болған соң 15-20 минутқа қамырымызды тындырамыз. Сосын бір қайтары қамырымызды илеп, сосын жаятын боламыз. Ең бірінші қолдың көмегімен қамырымызды осылай жайып алатын боламыз. Сосын оқтаудың көмегімен қамырымызды жаямыз. Оны себе отырып, қамырымызды оқтауға ораған кезімізде оқтаудың ортасына қолымыздың күшін салмаймыз. Екі шетін баса отыра қамырымызды теп-тегіс әдемі қылып жаямыз. Егер сіздердің қамырларыңыз жұмсақ болып иленсе, онда қамырларыңыз әдемі тегіс болып жайылмайтын болады. Міндетті түрде қамырыңыз қатты бешбармаққа илегендей қылып илеңіздер. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Сап-сары әдемі жұмыртқасыз көріп тұрғандарыңыздай. Алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.